Ортақ көп мүшені көбейткіштерге жіктеу. Ортақ көбейткішті жақша сыртына шығару. Бірінші 2xy минус 3xz қосу px көп мүшесінен ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарайық. Бұндағы көп мүшеде бірдей көбейткіш x үшеуінде де бар. Осы x-ті жақша сыртына шығарамыз. Сонда жақшаның ішінде 2y минус 3z қосу p 3 мүшесі қалады. Сонымен берілген көп мүшеміз x және жақшаның ішіндегі 3 мүшенің көбейтіндісі түрінде жазылды. Екінші мысалға қарасақ, 9a көбейту b минус a минус 27a квадрат a минус b. Осыдан ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарымыз керек. Жақшаның ішіндегі өрнектерге қарасақ, бірінші жақшада b минус a, екінші жақшада a минус b. Айырманың орнын ауыстыру үшін жақшаның алдына минус таңбасын шығару жеткілікті. Сонда екінші жақшаның ішіндегі a минус b-міз b минус a болып ауысады. Ендеше m екінші жақшадан минусты жақшаның алдына шығарсақ, 9a көбейтілген b минус a. Мұндағы жақшаның алдындағы минус пен 27-нің алдындағы минус плюсқа ауысаттағы 27a квадрат b минус a болады. Енді ортақ көбейткіш. 9, 27, коэффициенттер 9-ға бөлінеді. Және a квадрат, бұның ішінде a деген бірдей көбейткіш бар. Және b минус a деген екі мүшені жақшаның сыртына шығарамыз. Сонда ортақ көбейткіш 9a, b минус a. Жақшаның ішінде қалады 1 қосылған 3a. Сонымен берілген көп мүшеміз 9a, b минус a және 1 плюс 3a деген 3 көбейткішке жіктелді. Енді осы көбейткішке жіктеу тәсілін теңдеу шешуді қолдансақ. Мысалы, мынандай теңдеу берілсе, 3x көбейтілген 1 минус x-тің квадраты минус x квадрат көбейтілген 1 минус x тең 0. Осыдан ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарып, көбейткішке жіктеп аламыз. Ортақ көбейткіш x деген көбейткіш екеуінде де бар, және 1 минус x-тің квадраты және 1 минус x тұрғандықтан 1 минус x ортақ көбейткіш болып шығады. Ортақ көбейткіш x көбейтілген 1 минус x жақшаның ішінде қалады 3, және 1 минус x көбейтілгенді 3 алынған 3x, мына жерде x қалады. Соңғы жақшаның ішіндегі ұқсас мүшелерін біріктіретін болсақ, x көбейтілген 1 минус x және 3 алынған 4x болып жазылады екен. Тең 0-ге. Бұл 3 көбейткіш 0-ге тең болғандықтан, көбейткіштері жеке-жеке 0-ге теңестіріп, теңдеуді шешеміз. Сонда бірінші көбейткіш тең 0-ге дейміз, бұдан бірінші түбір 0. Екінші 1 минус x тең 0 дейміз, одан екінші түбіріміз 1-ге тең. 3 минус 4x тең 0-ге дейміз, одан үшінші түбіріміз 4-тен 3 болып шығады.